Айт намазын қалдырма. Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар. Біз асыға күткен қасиетті Рамазан айы да аяқталуға жақын. Бір ай бойы ораза ұстап, намаз оқып, садақа беріп, жүрегімізді тазартып, Аллаға жақындауға тырыстық. Енді сол үлкен құлшылықтың соңында бізді ерекше бір күн күтіп тұр. Ол айт күні. Бірақ өкінішке қарай кейбір адамдар осы ұлы күннің ең маңызды құлшылықтарының бірі айт намазын елемей жатады. Сол себепті бүгінгі тақырыбымыз айт намазын қалдырма деп аталады. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Айт намазы бұл жай ғана намаз емес, бұл бүкіл мұсылман үмметінің бірлігін көрсететін қуаныш пен шүкіршіліктің белгісі. Рамазан бойы жасаған құлшылықтарымыздың қабыл болғанына үміт етіп, Аллаға шүкір айтып, көпшілікпен бірге оқылатын ерекше намаз. Бұл күні мешіттер толады. Бай да, кедей де, жас та, кәрі де бәрі бір сапта тұрып, Алланы ұлықтайды. Неге айт намазын қалдырмау керек? Біріншіден, айт намазы өте сауапты амал. Көптеген ғалымдар оны уәжіп деп айтқан, яғни себепсіз қалдыру үлкен қателік. Екіншіден, бұл Рамазанның қорытындысы. Бір ай бойы ораза ұстап, соңында айт намазына бармай қалу, емтихан тапсырып, бірақ нәтижесін алмай кеткенмен бірдей. Үшіншіден, бұл мұсылмандардың бірлігі. Айт күні сен жалғыз емес екеніңді сезінесің. Жүздеген, мыңдаған адаммен бірге Аллаху Акбар деп айтқанда жүрек ерекше толқиды. Айт намазын қалдырған адам не жоғалтады? Ең алдымен үлкен сауаптан құр қалады. Бұл күні жасалған әрбір амал ерекше бағаланады. Ал сен сол мүмкіндікті өз қолыңмен жіберіп аласың. Екіншіден, рухани қуаныштан айырылады. Айт намазы бұл тек құлшылық емес, бұл жүректің мейрамы. Оны сезінбеген адам айттың шынайы ләззатын толық сезе алмайды. Үшіншіден, сүннетті тәрк етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айт намазын ешқашан қалдырмаған. Тіпті әйелдер мен балаларға да баруға кеңес берген. Айт намазына қалай дайындалу керек? Айт намазына бару ерекше дайындықты қажет етеді. Таңертең ерте тұру керек, ғұсыл алып, таза киім кию сүннет. Жақсы иіс су себу, ең әдемі киіміңді кию бұл күннің құрметі. Айтқа дейін құрма жеп шығу да пайғамбарымыздың сүннеті. Мешітке бара жатқанда Аллаху Акбар, Аллаху Акбар деп тәкбір айту бұл күннің ерекше белгісі. Қазіргі замандағы қателік, бүгінде кейбір адамдар айтты тек дастарханмен, қонақпен, демалыспен байланыстырады. Таңертең ұйықтап қалып, намазға бармайды. Кейін ғана айт құтты болсын деп жүре береді. Бірақ ең үлкен құлшылық намаз ұмытылып кетеді. Бұл үлкен қателік. Айт алдымен құлшылық, содан кейін ғана қуаныш. Өзіңе сұрақ қой, сен бір ай бойы ораза ұстадың ба? Түнде тұрып дұға жасадың ба? Қадір түнін іздедің бе? Ендеше неге сол еңбектің соңын толықтырмайсың? Неге айт намазына бармайсың? Бір ғана намаз үлкен өзгеріс. Кейде бір ғана қадам адамның өмірін өзгертеді. Айт намазына барған адам жүрегінде ерекше жеңілдік сезінеді. Бұл Алланың мейірімі. Мүмкін дәл сол намаз сенің күнәларыңның кешірілуіне себеп болар. Мүмкін дәл сол намаз сенің өміріңе береке әкелетін шығар. Қорытынды. Құрметті бауырлар, айт жылына 2 рет келеді.
Ал сол күннің ең маңызды сәті айт намазы. Оны ұйқымен, жалқаулықпен немесе немқұрайлықпен өткізіп алмаңыз. Өзіңізді де, жақындарыңызды да оятыңыз. Отбасыңызбен бірге мешітке барыңыз. Бұл күнді дұрыс қарсы алыңыз. Айт намазын қалдырма. Бұл сенің Аллаға деген махаббатыңның белгісі. Алла баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін. Айттарыңыз қабыл болсын. Егер бүгінгі тақырып пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.